Biz polni әріптерді бітtik. Бүгін Біттік кеше ережеден бастадық қой. Т. Тыны оқымаймыз, бірден мына жаққа өтіп кетейік. Шәдді. Шәддіні түсіндірейін. Шәдді дегенді қараңыз. Шәдді деген мынау белгіні айтады. Ш секілді белгі, иә? Кішкентай. Бұл әріптің үстінде, әрдайым әріптің үстінде жүреді. Әріптің үстінде ғана тұрады. Астында тұру деген жоқ. Тек қана әріптің үстінде. Бұл шәдді деген не? Шәдді деген сөз белгісі қай әріптің үстінде қойылса, міне жазылып тұр. Сол әріптің біріншісі сүкунді, ал екіншісі харакат. Харакат деп мынау ә, и, у-ды айтады. Атауы солай. Біз ә, и, у дедік қой, дыбыс дедік қой, сол дыбыстар араб тілінде харакат деп аталады. Енді сүкун дегенді білесіз, сүкун дегенді. Сүкун деген бізде түсінікті домалақ белгі, енді сол бірінші сүкунді, ал екіншісі харакат болып қосарланып оқылады деген сөз ғой. Яғни бұлар негізінде бөлік жазылады. Ин, нә, мысалы, мынаны алайық. Ән, нә деп екі ны қатарынан жазылу керек болатын. Біріншісі ны сүкунды, екіншісі ны мынандай әмен жазылу керек болатын. Мына жерде просто сізге жай ғана бірден көрсеткен. Яғни ол екеуін біріктіреді, екі ны жазып жүрмейді. Бір ны жазады да үстіне наны қоя салады, сонда ән-нә деп оқи салады. Бұл сонда получается белгі ғана ғой, Бұл белгі әріптің үстінде тұрады, сол әріпті просто ұстаймыз. Екі әріп қылып оқимыз. Бірақ екі әріпті бөліп оқымаймыз, бірге оқимыз. Ән-нә. Екіні, иә? Ән-нә. Бұл қандай дыбыс ештеңке емес, просто қайталау сияқты ғой, получается, квадрат деген сияқты ғой, иә? Екі әріпті былайша айтқанда сіз қосарлап оқисыз. Міне екіні қойған қойыңыз. Егер де мынау болмаса, мынау бірні түсіп қалады, әнә болып қалады просто. Егер де мынау тұрса, онда екі ны қылып ұстап тұрып, әнә деп оқимыз, міне. Кез келген әріпті дәл солай. Мысалы, қының үстіне тұрма, дақ-қо. Дақ-қо. Бірақ дақ-қо деп екіге бөлмейміз. Бірден дақ-қо. Қыны просто жай ұстаймыз. Білдіріп ұстаймыз. Егер бұл қ болмаса, дә-қо деп оқимыз, ал қының үстіне тұрса, дақ-қо деп оқимыз, кәдімгідей біріктіріп. Енді бұл тұрған кезде алдыңғы әріппен бірге оқимыз, бөліп оқымаймыз. Яғни, мынау шәдді тұрма, оның алдындағы әріп екеуі бірге қосылып оқылады, бөліп оқылмайды. Дә, қо деп оқылмайды, дәмен қыны бөлмейміз. Қалай оқимыз? Дақ-қо. Екі әріпті бірге қосамыз. Енді қиын кейбір әріптер бар, мысалы, дәджә. Мысалы, дәджә. Ж деп жазып қойын, бірақ ж емес, ж, е? Дәджә болады, е? Дәджә. Дәл солай қосып, не істейміз, оқи береміз. Бастап оқып көрейік, міне, мына жерден. Әс-сә. С сақауша, әс-сә істейміз тілді. Естіліп тұр ма? Естілді. Сақау с, әс-сә. Әс-сә. Тілді істейміз, иә? Әс-сә. Әс-сә. Дәл солай. Росса. Әддә. Наны бөлік сосын. Бә. Әддә-бә. Әддә-бә. Түсінікті, яғни екі әріпті ғана, мынау әріптің өзін ғана оқимын, бірақ мына екі әріпті қосып оқып, мына әріпті ұстаймыз, бірақ үшінші әріп онлай болмау керек. Әддә-бә. Әддә-бә. Тез оқылғанда осылай болады. Егер сізге қиын болса, әддә-бә деп бөліп оқи бересіз кейбір нәрселер, кейбір жерінде, иә? Әззә. Нә. Енді общий оқимыз. Әззә-нә. Сақауша шығарамыз, бірақ сақау зы, иә, нау?
Əzzənə. 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 Now. Sarru. Деп ұстамаймыз сыны. Сының астында сир. Сиру екен ғой, си. Шәдін ұстаймыз. Сирру. Зуққу. Ауа. Ба ма? Общий оқимыз енді. Ауа ба. Ауа ла. Общий оқимыз енді. Ауа ла. Ауала. Ауала. Дарро. Бірге. Дарро. Қандай әріп? Қа. Жоқ. Ой. Домс. Не, айынна ма? Айын. Әріпті ұмыт қалымыз, бұл жа деген әріп, жа, я? Ойбай, бастапқысы, Мана точкаларын кейде неме етпей қалам да, айыра алмай қалам соны. Формасын жаттаңыз, формасын, я? Формасы. Осындай формада тағы екі әріп бар. Қандай олар? Нүктесі үстінде болса қандай болады? Немне? Жа. Жуан әріп. Жоқ, нүктесі астында бізде жа болып тұр міне. Нүктесі астында болса жа. Енді нүкте үстінде болса жуан әріп болады. Қандай жуан? Джо. Вообще жыға қатысы жоқ ол. Жуан, бірақ әріптің өзі қандай? Ғайын. Хо бар ғой, хо. Дәл осы формада, бірақ нүкте үстінде, хо. Үстінде, Мүлдем нүкте болмаса ше? Нүкте болмаса, ха. Түсінікті, осы үш әріп бірге жүреді. Формалар бірдей. Нүкте ортасында, міне астында болса, ортасы асты болып есептеледі. Бұл жа болады. Жа. Нүкте мынау дәл үстінде болса, онда хо болады. Мүлдем нүкте болмаса, онда ха болады. Кеттік. Дарро. Са. Общий енді. Дарро са. Дауа. Міне нүкте үстінде келді уже. Хо. Общий. Дарро. Дауа. Хо. Дауа. Дауа. Да. Дауада. Дауада. Дауаро. Дуа. Ба. Ба емес. Ой, на екен ғой, на. Дуа, на. Руа. Ха. Руаха. Зуа. Жа. Зуаджа. Зуаджа. Уды ұстаймыз, я? Зуаджа. Ауа.
Жоқ, шәдді қайда тұр? Ау, мына жақта тұр екен ғой. Ауа. Мына екеуі қосылады екен ғой. Иә, мына екеуі қосылады, мынау қосылмайды. Иә. Уадда. Әуәдда. Ауадда. Зарро. Роққо. Из Роққо. Дұрыс. Роуа. Роуа. Да бола ма? Жуан, иә, бұл деген жуан. До. Руадо. Рауэдо. Рауадо. Уды ұстаймыз. Рауэдо. Рауадо. Рауэ. Рауадо. Руа. Жа. Руэджа. Руаджа. Руаджа. Родда. Да. Роддада. Роддада. Жіңішке, иә, родда. Дәлер жіңішке ол. Роддада. Я. Сақау зы, иә? Язза. Сақау зы. Яззакка. Язза. Мынау қатарынан үшеуінде оқиын көріп па сонда? Екеуінде, яғни қатарынан үшеуіне қосасыз, иә, екеуінде де шәдді тұр, значит, әрқайсысын жеке-жеке ұстайсыз деген сөз. Шәдді келе береді, ол қатарынан келу мүмкін, бірнеше рет келу мүмкін, ол міндетті түрде бірақ сөзде біреу тұру деген сөз жоқ. Яғни қай кезде ыңғайлы солға келе береді. Язза. Бірден. Карру ма? Яззакка. Яззакка. Шәдді, екеуінде де шәдді ұстайсыз, яғни бір-бірін қосып оқиыз. Яззаккару. Яззаккару. Зыны да, кыны да шәддін ұстаймыз. Яззакка. Яззаккару. Түсінікті, иә? Шәдді міндетті түрде, яғни бір-ақ әріптің үстіне тұру деген жоқ. 3-4 әріптің үстіне дейін барады тұрған кезде кейде. 2-3 қосыла береді. Қатарынан қалай ыңғайлы болады, солай кете береді. Сондықтан әр қайсын жеке-жеке ұстауымыз керек болады. Бір-бірін қосамыз сол кезде. Бір-бірін қосамыз. Мынау жаттығу үйге тапсырма сізге. 21-ші бет, е? 21-ші бет. Бұл жерде осы шәдділерді оқып үйренуіңіз керек. Шәдді деген нәрсені бір жағынан әріптеріңізді бір қайталау болады. Әріптеріңіздің барлығын қайталауыңыз керек. Бір жағынан шәддіні қосып үйренуіңіз керек. Өзіңіз өз бетінше қалай оқиды, соны да бір көресіз. Егер осыны жақсы оқысаңыз, ертең тоже. Онда ертең мынау ережені өтеміз. Бұл ереже кішкене ұзағырақ. Оны толық өтуге тырысамыз, иншалла. Сонымен күнделікті бір ереже өтіп отыруға тырысамыз. Бірақ әрқайсында жаттығулар нелер бар, соны тілімізді үйретеміз. Көбірек ережелер. Иншалла. Сұрақтарыңыз бар ма бұда? Сұрақ жоқ. Осыны дайындалыңыз. Жалпы түсінікті ғой. Осы сабақта ғана оқымасам былайынан түсіну керек. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Сіз міне мынандай уақытта сабақ басталады деп сөйтіп неметпесеңіз айтып отырмын ғой. Что-то вообще уақытты немете алмай қалыпты өзі. Әдетті оқуға тырысыңыз енді.